Мен Мағжан Жұмабай Бекенұлы 1893 жылы 25 маусымда Солтүстік Қазақстан облысы, қазіргі Мағжан Жұмабаев ауданы, Сасықкөл жағасында дүниеге келгенмін. Мен алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызымын. Атам Жұмабай қажы, ал әкем Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анамның есімі Гүлсім. Мен кішкентайымда ауыл молдасынан сауат ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы нөмірі 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыдым. Мен 13-14 жасымнан өлең жаза бастағанмын. 1911 жылдан бастап алғашқы өлеңдерім айқапта басылды. 19 жасымда тұңғыш кітабым 1912 жылы Қазан қаласында Кәрімовтар баспасында Шолпан деген атпен жарық көрді. Осы кезден бастап тек қазақ оқырмандарына ғана емес, татар, башқұрт, түркі тілдес халықтарына танымал болдым. Өлеңдер жинағын басып шығаруға Ғалымжан Ибрагимов көп көмек көрсетті. Менің бұл кітабым қазақ поэзиясында Абай жинағының жалғасындай әсер етті.